Рамазан айында ораза тұтқан әрбір мұсылман тән мен жан саулығын ойлайды, бірақ көпшілігі сәресі мен ауызашардағы ас мәзірінің ерекшеліктерінен бейхабар. Осы орайда кәсіби диетологтардың оразада дұрыс тамақтану пайдасы туралы ақпаратымен бөліскім келеді. Ал сіздер лайк, комментарий жазып қолдай отырыңыздар. Су ішпегендіктен оразаның алғашқы күндері организм қиналуы мүмкін, бірақ ары қарай ағза мұны түсінеді де күндіз су мөлшерін ішкі қордан алады. Мұны түсіну үшін организмге ең кемі 1 апта уақыт кетеді. Әрі қарай шөлге бейімделеміз. Организм ішкі қор арқылы өзін қамтамасыз етеді. Сөйтіп ағзада өздігінен тазалану процесі жүреді. Кей адам осы сәтте арықтайды, ал дұрыс тамақтанбағандар керісінше толады. Ең алдымен ауыз ашқан соң ағзадағы су мөлшерін қалыпқа келтіруді ойлаңыз. Ауыз ашарда бөлме температурасымен жарты литрден 1 литр арасында су ішу керек. Бұл алғашқы 20 минутта болғаны жөн. Суды бірден ішуге болмайды, асықпай жаймен ішіңіз. Су бөлме температурасында болғаны маңызды. Себебі салқын су ішетін болсақ, ол асқазанда тұрып қалады да ішекке қарай өтпейді. Яғни су дене температурасымен бірдей болғанша күресіп асқазанда ұстайды. Ал біз ауыз ашқан соң ішкен тамағымыз сумен араласады да қоймалжың формаға еніп, тамақ дұрыс қорытылмайды. Осылайша оразада ағза тазаланудың орнына тамақ токсинге айналып асқазанда жиналады. Мұның арты иммунитетті түсуіне әкеледі. Асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылады, іш қатады, салмақ қосасыз. Міне осының бәрі суды дұрыс ішпегеннің әсері. Есте сақтаңыз, сәресіне дейін тағы 1 литр су ішу керек. Осылайша күніне 2 литр суды ішу маңызды. Оразадан басқа уақытта адам дұрыс тамақтанбауы мүмкін, бірақ дәл осы күндері дұрыс тамақтануы тиіс. Себебі күндіз организм демалады, ағзаға тамақ пен сұйықтық түспейді. Ал кешкі сағат 8-ден бастап организмде мелатонин ұйқы гормоны бөлінеді. Осылайша организм ұйықтауға дайындалады. Ал ораза кезінде дәл ұйқыға дайындық уақытында тамақ ішеміз. Сондықтан жейтін тамағымыз өте жеңіл болуы керек. Яғни тез қорытылатын, бірақ пайдалы тамақ жеген дұрыс. Мәселен, майсыз піскен ет, бұқтырылған көкөніс тұтынған жөн. Тауық не болмаса жылқы мен сиыр етіне піскен көкөніс те сіңімді. Сәресіде міндетті түрде тойымды әрі өте пайдалы тағам тұтынған жөн. Сұлы ботқасы мен пайдалы майлар, грек жаңғағы, басқа да кептірілген жеміс-жидек, авокадо, ірімшік, майлылығы жоғары қаймақ жеген дұрыс. Осылайша суға піскен дайын болған соң сүт қосылған сұлы ботқасына 10-15 грамм бал мен сары май қосасыз. Қара нанға қаймақ жағып 20-25 грамм табиғи ірімшік қосып 3-4 дана құрма жеу керек. Сәресіден 10-15 минут бұрын 500-600 мг суды ішуді ұмытпаңыз. Тамақ жеп болған соң тағы да асқазанның 1/3 бөлігін сумен толтырыңыз. Ораза уақытында картопты мүлдем пайдаланбаған жөн, себебі құрамындағы крахмал қорытылып үлгермейді. Асығыс тамақтану және мөлшерден көп тамақтану ағзаға стресс. Асығыс тамақтанатын болсаңыз, біріншіден тамақ ірі көлемде асқазанға түседі. Сәйкесінше, күндіз асқазан энергия берудің орнына күшін тамақты қорытуға жұмсайды. Ол кемінде 30-40 рет шайналмаған тамақты әрі қарай өзі қорытады. Осындай тамақтану әсерінен адам қатты әлсірейді. Шамадан тыс тамақтану бауыр жұмысын төмендетеді. Бұл бауыр мен бүйрекке тастың пайда болуына әкеледі. Сол себепті ораза кезінде тамақтануға аса мән берген абзал. Жаттығу жасаған ағзаға пайдалы. Егер мен оразамын деп күні бойы төсектен түспесеңіз, миға глюкоза бөлінбейді. Ал миға глюкоза бөлінбесе, адам әлсіреп, ары апатияға келеді. Біз глюкозаны көмірсутек пен тәттіден аламыз. Аталған заттарды күндіз тұтынбағандықтан глюкозаны қимыл қозғалыс, жаттығу мен таза ауадан аламыз. Сол себепті күннің алғашқы бөлігінде жаттығу жасауға, болмаса жүгіруге кеңес беремін. Бұл уақытта тамақ кеуіп кетуі мүмкін, сонда ауызды шаюға болады. Есіңізде болсын, жаттығу мен жүгіру кезінде организм шөлдемейді, себебі ішкі қордағы су организмді қамтамасыз етеді. Бірақ ауыз ашқаннан кейін су нормасын толтырмасақ, ағзада сусыздану процесі жүреді. Сол үшін ауыз ашарда су ішуді ұмытпаңыз.
Берген ақпараттарымыз пайдалы болды деген үміттемін. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Олар да оразадағы маңызды заттарды біле жүргендері жөн. Қандай пайдалы ақпараттар білгіңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіз. Міндетті түрде сол жайында айтатын боламыз.